Иммунитеті аз болды. 2-3 апта сайын ангинамыз ісет тағына ауырып қаламыз. Солай біз ауыра бердік. Қайттан бір ай өтеді, қайттан ауырады. 1 апталап, 2 апталап ауыратын. Часто болеющий детидің қатарына жататын. Запор бола бастады, тістері өте кеш шыға бастады. Үлкен дәреті шықпайтын, 1 апталап. Иммунитеттер төмен болды. Тамақты көп жемейді, жақсы жемейді. Үлкенімнің ларингиті болды. Бірінші мәселесі зрение болды. Инстаграм парақшасын ақтарып отырып. Дорамалин жайында көптеген жақсы пікірлер естідім, оқыдым. Сөйтіп жан-жақты қарап, составын көріп, зерттедім. Компот сияқты былай қарағанда балдар өздері сұрап ішіп алады бізден. 1 айдың ішінде біз барып тексерткен кезде 100% болып көрді қайта. Үлкен дәреті қалыпқа келді. Ұйқысы тыныш баламыздың. Ангинасы кәдімгідей қойды, ауырса да өзінен өзі кетіп қала беретін болды. Паразиттерге қарсы да жақсы көмектесті. Үлкен дәреттен байқадым ғой, кәдімгі личинканың сырттары жүр. Иммунитетіміз жақсарды. Тамақты жақсы жейтін болды. Ойлау қабілеті арта бастады, Тәбеті өзгеріп, тершеңдік жоқ. тістері толық шыға бастады. Бүкіл Қазақстан халқында отырған ата-аналармен бөліскім келеді. Нәтижесі бар екеніне толық сеніммен айта аламын. Табиғи өнім. Дорамалин компаниясына Ойлап тапқандарына. Балаларыма осындай күш-қуат, иммунитет сыйлап жатқанына алғысымыз шексіз. Дорамарин өніміне Рахмет.